Бүгінде халықты әлеуметтік қорғау саласында 36 оңалту орталығы жұмыс істейді. Оларда жыл сайын мүгедектігі бар 12 мыңнан астам адам қызмет алады. Орталықтарда оңалту қызметтерінен басқа мүгедектігі бар азаматтарға әлеуметтік, тұрмыстық, психологиялық, педагогикалық, еңбек, мәдени, экономикалық және құқықтық қызметтер көрсетіледі. Мемлекет басшысы еліміздің 12 өңірінде қосымша ірі оңалту орталықтарын салуды тапсырды. Қазіргі уақытта Семей, Тараз және Кентау қалаларында оңалту орталықтары пайдалануға берілді. 2025 жылға дейін Ақтөбе, Ақмола, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында осы орталықтар пайдалануға берілу жоспарлануда.